Құрметті Якимат қолданушылары, 2027-2029 жыл аралығындағы бюджеттік болжамды жалғастырамыз. Штаттық кестені көріп болған соң, енді мен сіздерге форма расчеттар бойынша, демек жалақыға қатысы жоқ ерекшеліктер бойынша, ол менде 149-шы ерекшелік болсын, мысал ретінде приобретение прочих запасов. Бұл ерекшелік бойынша 2027 жылы менде сумма мүлдем жоқ. 158-159-шы спецификалар бойынша суммалардың ешқайсысы жоқ. Енді 2027-те суммалар пайда болу үшін біз ең әуелі форма расчетқа басамыз. Осы свод деген жерге кіріп, ішінен форма расчетты таңдаймыз. Әрмен қарай фильтрді басып, 2027-2029 жыл аралығын таңдап, 2027 жылға біз программаны таңдаймыз. Бірінші программа, подпрограмма менде 15-ші, местный бюджет, спецификаны таңдаймыз. Форма. Бізде кейбір спецификаларда бірнеше форма болады. Бұны сіздер өздеріңіз білу керексіздер, қайсысын таңдау керектігін. Егер білмесеңіздер, 2026 жылға оралып, сводтан 2026-28-ді қарап, сізде қандай спецификада қандай форма бар екенін көре аласыз. Мысал ретінде, 159-шы формада менде 02-159-да 2027 жылы 2.327.000 теңге ақша бар екен. Енді көрейін, менде сол шығып тұрма. Таңдап болған соң, мына жерден спецификаны таңдайым, форманы таңдайым. Бұның барлығы форма расчеттің ішінде. Открытті басып, қараған кезде менде осы сумма шығып тұр. Бірақтан да бұл сумма менде сводта шықпай тұр. Сводта шығу үшін мына спецификаның ішінде біз сохранить деген кнопканы табамыз. Сохранить деген егер шықпай жатса, ол демек бізде әрбір позицияның ішінде болады. Кез келген ішіне кіріп, позицияға сохранить деген кнопканы, осы бұрышта тұрады, жасыл кнопка сохранить. Соны басамыз. Егер басылмай жатса, демек бізге өзгеріс енгізу керек. Өзгеріс егер жоқ болса, онда сіздер кез келген жерге бұрынғыша қайтадан өзінің орнына қайтарып, мысал ретінде количествоны орнына қайтарып, сохранить деген кнопканы басуға болады. Немесе добавитті басып, жаңа услуга немесе товарды қосуға болады. Мына жерге наименованияның барлығы шықпай жатса, демек сіздер дұрыс термей жатсыздар. Наименование немесе код КТРУ-ды енгізсеңіздер жеткілікті. Код КТРУ-ды сандарды оны сіздер таба аласыздар. Әрмен қарай, енді менде бұл сақталып болған соң, егерде мен сводқа кірсем, ондай болса, бір тексерейік, ол сумма менде пайда болды ма? Бірінші бағдарлама бойынша менде жаңағы сумма жоқ жерде, 0 теңге тұрған жерде 2.327.000 теңге 159-шы ерекшелік бойынша пайда болды. Осылайша басқа да ерекшеліктерді сводқа шығару керекпіз. 27-ші жылы барлығын шығарып аламыз, 149-дан бастап. Неге 136, 149 деп атырмын, өйткені 111 мен 135-ке дейін бұлар бізде штатное расписаниеда болады. Штатное расписание форма расчетов екі жерде орналасқан. Штатное расписанияның видеосы бөлек болады, оны көре аласыздар. Дәл қазір мен сіздерге көрсеткенім бұл форма расчет бойынша. Тағы да көрсетейін, 161-ші ерекшелік бойынша. Форма расчет таңдаймыз. Форма расчет таңдалады. Бізде фильтрдің ішінде мінекей бюджетный запросы бар. Осының ішінде бізде форма расчет бар. 2027-2029 таңдаймыз. Прогноз болады бізде. 161. Бір ғана форма бар, 01-161. Открытті басам. Мына сумма менде сақталу үшін сохранить дегенді басу керекпін. Сохранить деген кейде басылады, басылмай жатса, жаңа айтқанымдай өзгеріс енгізу керек. Немесе өзгеріс жоқ болса, жай ғана сол санды қайтадан орнына қайтару керек. Сохранить. Енді басынан бастап қарайым, сводқа кірем. Көріп тұрғандарыңыздай 159 бен 161 сводта бар. Демек, сіздердің жұмыстарыңыз
осы 2027-2029 деген свод погодның ішінде әрбір ерекшеліктер бойынша суммалар тұру керек. Егер де түсініксіз болып жатса, тіпті мына видео инструкцияның өзі де, онда сіздер бізде WhatsApp чат бар, сол жаққа жаза аласыздар. Біз сіздерге әрдайым көмектесуге дайынбыз. Так, негізі түсінікті болу керек. Форма расчетқа кіріп, сол жақтан өзімізге керек спецификаларды тыңдап, программаны таңдап, мысалға бірді біткен соң мен өзімнің басқа программамды толтырамын. Мысалға 4-ші бағдарлама деген секілді. Әрбір бағдарлама бойынша 2027 жылы суммалары болу керек.